Хамзаның надандарды сабауы. Қағбадағы төбелес бүкіл Меккеге тарады. Батыр туған Хамза бұл сұмдықты аңшылықтан келген соң бірақ естіді. Тұла бойын ашу ыза кернеп, Әбу-Лахаб не қарап жүр, деді әйеліне. Ол көрмеген, естімеген адам болып отыр. Ал Ғаббас қайда болды? Мұхамбетке араша түскен сол ғана. Бірақ шамасы жетпеді. Ол болмағанда Мұхамбетті өлтіріп тастар еді. Хамза бұдан артық тыңдап тұра алмады. Атынан мінді де тебініп жүріп кетті. Әйелі алдын бөгеп, отағасы, асыңды ішіп асықпай шықсаң болмас бет деп еді. Әй қатын, қайдағы ас? Алтын асықтай інімді өңшең қорқау жабылып талап жатқанда, Алатаудай ағасы үйінде ас ішіп отыра ма? Сен мені сондай намыссыз ездеп пе едің? Одан да сол асқа қақалып өл десейші. Кет былай жолдан, деді де Қағбаға тартты. Әбу Жахил Хамзаны көргенде екі тізесі дірілдеп кетті. Бірақ қасындағы нөкерлеріне сеніп, сыр бермей тұрды. Хамза келген беттен ақырып, Мұхамбетке қол көтергендерің бері шығыңдар. Сендер немене, сұрауы жоқ деп басыңғыларың келе ме? Жалғызға жабылған шибөрілер, мен сендерді тура осы жерде біртіндеп тураймын қазір. Керек болса пұттарыңмен қосып талқандаймын, деді де 8 өрме бұзау тіс қамшысын қонышынан суырып алды. Сол кезде Әбу Жахилдің бір жағымпазы: оны сабаған біз емес, Қағбадағы қасиетті құдайлардың өзі айтты, деп ақталды. Хамза қамшысын қатты қысып, қане, қайсысы құдай оны айтқан? Менің бетім айтсын, деді. Жағымпаз жүгіріп барып Қағбаның есігін ашты. Тобыр жамырап ішке кірді. Міне мынау, деді жағымпаз пұтты нұсқап. Хамза: сен бе Мұхамбетті өлтір деген? Қане сөйле, інімнің не жазығы бар, деді. Тобыр демін ішіне тартып пұт кешегідей сөйлейді деп күтіп тұрды. Пұт бұл жолы сөйлемеді. Хамза ашуланып меңіреу кейіпте сілейіп тұрған пұтқа қарап: әй, сайрасайшы, тіліңді жұтып қойдың ба, деді де қамшымен оның басынан тартып жіберді. Балшықтан жасалған қуыршақ қақ айырылып құлап түсті. Кесектің шашылған сынығынан бөлменің іші шаң болып кетті. Тобыр шошып кетті. Сол кезде Хамза: өңкей қорқау, сендер құдайға да жала жабасыңдар. Мұхамбеттің Құраны сендерді 200-ді мұнафық деп айтып еді. Сол рас айтады, деді де қасында тұрған жағымпаздың арқасынан осып жіберді. Жиналғандар жан-жаққа бытырай қашты. Кезек Әбу Жахилге келгенде ол қолына таяқ алып қорғана бастады. Сол кезде Хамза: сен ғой бәленің бәрін бастаған. Мына жүргендер сенің малайларың емес пе? Ит иесіне тартады деген. Өзің сияқты кілең қорқауды жинап алып айдап саласың, деді де қақ маңдайдан салып жіберді. Қою қараған бұрқ етті де бетін жуып кетті. Бұл кезде Мұхамбетке Хамзаның Қағбаға қарай кеткенін хабарлаған еді. Батыр ағасының дүлей күшін жақсы білетін пайғамбар Әбубәкірді ертіп тұра жүгірді. Келсе, қамшы тиіп құлаған талай адам ыңырсып, бұратылып жатыр. Мұхамбет келген бойда Хамзаның қамшысына жармасты. Сол кезде Мұхамбет ағасына: аға, менің дінім қара күшпен жайылмайды. Бұған кінәлі керек десең пұттарды емес, бәріне кінәлі надандықтың кірі. Жүректің көзі ашылмай, надандықтың шырмауынан ешкім шыға алмайды. Менің Құраным жүректің көзін ашатын құдіретті кітап. Ислам діні көркем мінезбен ғана гүлденеді, зорлықты ғана туғызады, деп оны тоқтатты. Зерең пайғамбардың осы айтқаны айнымай дәл келді. Осыдан соң дұшпандар Хамзамен ерекше өштесті. Ухуд соғысында олар найзагер жауынгерді арнай жалдап алып барды. Ол Хамзаны аңдып жүріп, ақыры найзамен шаншып өлтірді. Аңдыған жау алмай қоймайды деген тәмсіл осыдан қалыпты.